Қайырлы күн менің оқырмандарым, барлықтарыңызға бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгін сәрсенбінің сәтті күні, иә. Сәрсенбінің сәтті күнінде мен сіздерге өте керемет ақпаратпен бөлісуге прямой эфирге шығып отырмын. Ертең бұйырса, ертең емес енді, 13 күні осы Инстаграммен миллион курсының соңғы несі болады. Осы март айында мен соңғы рет курс өткізейін деп жатырмын. Бағасы 6000 теңгемен. Сол курсқа мен сіздердің барлықтарыңызды шақырамын. Енді арамызда менің өзімнің оқырмандарым да кіріп отыр екен. Бұл курстың өте кереметтілігі сонша, отзывтар да өте көп, алғыстар да өте көп. Яғни осыншама ақпаратты бізге 6000 теңгеге бергеніңізге көптен көп рахмет деп. Бұл курсқа жалпы кімдер қатыса алады? Бұл курсқа егер де сіз бизнесте болатын болсаңыз, например, сіз сетевой бизнесте жасаңыз, немесе сіз қандай да бір сауда саттықпен айналысқыңыз келіп жүр, сол сауда саттықты ешқалай да бір қолға ала алмай жүрсіз. Немесе сіз кеше айтқандай, кеше бізде тегін прямой эфир болды. Арамызда кешегі прямой эфирді көре алмай қалған оқырмандар болса, маған жазып прямой эфирге доступ ала аласыздар. Мұнда даже мен сілтемеге қойып қойдым, сілтемесін біздің телеграм каналымыздың. Яғни икигайларыңызды таба алмай жүрген болсаңыздар да, біздің курсқа келіп, өздеріңіздің икигайларыңызды тауып, яғни қандай да бір адамда болады, бір мақсат, арман, яғни мен бір нәрсемен айналысқым келеді, мен ақша тапқым келеді, мен табысты болғым келеді дейтін оқырмандардың барлығын мен өзім қабылдаймын. Яғни бізде осы Инстаграммен миллион деген курсымыз атайтып тұрғандай, Инстаграмнан қалай сол миллион мүмкіндікке жетуге болады, қалай өзінің профессионалдық тұрғыдан дамытуға болады. Менің өзімнің курсыма сетевиктер қатыса алады. Сетевиктер олар білет, өзінің сетевой компаниямен жасау ол оңай емес қой, бірақ та жалпы жүрмейтін компания болмайды, тек соны жүргізе алмайтын адам болады екен. Яғни ол түсінікті біз қалай түсінеміз? Мысалға, маған бүгіннің өзінде 10 адам таргетинг шығарып бересіз бе деп звондады. Мен оларға жауабым қандай болды? Маған таргетті адамдар 1 ай бұрын береді. 1 ай бұрын таргетке заказ беріп қояды, ол уже менде апрельдің 10-ында ғана бос таргетинг. Ал енді мен оларға айттым, парақшаларыңызды жіберіңіздер, көрейін дедім. Мен адамның парақшасына қарап, бірден адамын танимын. Ол адаммен жұмыс жасау керек па, жасау керек емес па? Менің өзімді, например, сауда-саттық жасайтын болсам да, Инстаграм парақшасына қарап, мен түсінем, ол магазиннің уровені қандай. Кімде-кім мықты жұмыс жасағысы келіп талпынап, ол өзін біріншіден профессионалдық тұрғыдан дамытады. Ол екіншіден профессионал адам болса, ол заманнан қалмайды. Менің өзім осы біліммен әлі де ізденем. Тек ресейліктерді қағып тастап отырам, кімде новый курс шығады, мен қатысам. Кімде қандай нәрсе шығады, мен қатысам. Өйткені адам профессионалдық тұрғыдан өсу керек. Бір орында қатып қалуға болмайды. Біздің курсқа да даже келетін оқырмандар бар, мен білем деп келеді. Мен білем бәрін деп келеді. Просто көрейін деп. Алдында мен 2-3 курсқа қатысқам, сіздікіндей деп. Әр курс ол өздігімен ерекше. Әр маманның білім жоғары, білім деңгейлері әртүрлі. Хоть сіз бұрын 15-20 күні қатыса беріңіз. Мүмкін менің курсымның құндылығы одан да жоғары шығар, сіз оны білмейсіз. Сондықтан да әр маманнан үйренеріңіз сіздің әртүрлі. Енді тақырыптан ауытқымайын, жаңа айттым, сетевиктер жүрмейтін бизнес болмайды, оны жүргізе алмайтын адам болады. Яғни, лағадан дейін мен ол оқырмандарға, бүгін хабарласқан оқырмандарға, сіз алдымен дедім, мен сізге қазір 100 оқырман таргетингпен әкеліп бере берейін дедім. Бірақ сіз оны, ол кісілер сізден сұрайды. Құрметті Айнұр ханым, сіздің Инстаграм парақшаңыз қандай? Мен сіздің Инстаграм парақшаңызды қарап, сол бойынша сіздің қандай деңгейде екеніңізді көрейін деп. Яғни, қазіргі адамдар Инстаграм парақшасы активный болса, ол адам барлық текстін, визуалын, барлығын қақштек қылып қойса, ол адамға сенеттағыны оның компаниясымен жұмыс жасайды. Яғни, менің курсыма міндетті түрде сетевиктер келу керек. Хоть бұрын СММді оқыңыз, бұрын оқымаңыз, ол маңызды емес. Менің өзімнің курс жүргізу әдісім, ол бөлек әңгіме, ол бөлек әлем. Сондықтан да мен бүкіл сетевиктерді шақырам өзімнің курсыма.
Екіншіден, мен кімдерді шақырам? Менде сауда саттықпен айналысатын оқырмандар көп. Қазір любой адам сауда саттықпен айналыса алады, но бутикте отырып сату ол не обязательно. Қазір деген адамдардың датауы уақыттар жоқ, бутик іздеп жүретін уақыттар да жоқ қазір. Бутик іздеп жүре беретін болсам, жүре бересің да. Қазір деген не? Инстаграмда ақтарасын. Мысалы, мен ақтөбелікпін өзім. Ақтөбеден киім алатын болсам, көйлектер алатын болсам, балама киімдер алатын болсам, мен никогда базар аралап жүрмеймін. Өйткені мен уақытым менің жоқ. Мен инстаграмнан бір сағатта қопарып инстаграмды ақтарам. Қай жерден маған ұнайды, мен сол жерден барып, дәл сол жерден киіп қарап алам. Сол сияқты, егер де сіз сауда саттықпен айналысатын болсаңыз, онда сізге міндетті түрде қатысу керек. Өйткені сіздің инстаграмыңыз пока вау болмайды, пока сіз өзіңіздің инстаграм парақшаңызға өзіңіздің көңіліңіз толмайды, ол басқаларға да. Яғни инстаграм ол сіздің саудаңызды 100% өсіріп береді. Яғни сіз қандай да бір қалада сататын болсаңыз, сол қала бойынша сіз мен сияқты әйелдерге, ата-аналарға барлығына таргет жасау арқылы өзіңіздің парақшаңызды суперский қылып қойсаңыз, например, өзіңіздің магазиніңізді жеке бренд ретінде қалыптастырып, например, магазиннің өзін кәдімгі брендированный етуге болады. Оның қарапайым способ арқылы, сол арқылы брендированный етіп, сіз өзіңіздің сауда саттығыңызды дамыта аласыз. Одан кейін, ладно, сетевик кетті, сауда саттық кетті, үйде отырған, декретте отырған аналар. Оларға не? Қазір немен айналысарын білмейді, ненің бұрыс-дұрыстығын білмейді, өзінің қолынан нақты не келетінін білмеуі мүмкін. Ал менің курсыма келіп, сіз өзіңіз сияқты әйелдермен танысып, менде енді көбісі өздерінің алдыға қойған мақсаттары бар, және сол мақсатқа жетудің жолында жүрген адамдар қатысады. Өте энергиялары өте жақсы адамдар қатысады. Адам дейді, үйде отырсаңыз да, декретте, мен осы SMM саласын өзім үйде отырған кезде бастадым. Осылай үйде декретте отырған кезде бастадым. Ер адамның ақшасына қарап отыра беруге болмайды. Сіз өзіңізге өзіңіз инвестиция құйып, қазір даже менде декретте отырған аналарда қатысады, миым датауы алмай жатыр деп айтатындар бар. Неге? Өйткені адам ми деген, когда бір нәрсемен оқымай, ешқандай өз-өзіңізді дамытпасаңыз, ол ми деген отключка болып қалады, қатып қалады да. Ал ол миды жібіту керек. Ол ми деген қаншама қабыршақтан тұрады. Адам оқи беретін болса, ол миыңда алғыш, қабілетіңде жақсарады. Адам, например, өлең оқи беретін болса, ода деген дарын пайда болады ғой. Сол сияқты сізде өзіңізді бір деңгейде ұстап қалмаңыз. Бір деңгейде ұстап қалуға болмайды. Әр адам өзін өсіріп отыру керек деңгейін. Сондықтан да, егер де сіз декретте отырған ана болсаңыз, қандай да бір арман мақсатыңыз болса, және оның жету жолында не жасарыңызды нақты білмей жүрген болсаңыз, курсқа қатысып, өзіңді біріншіден профессионалдық тұрғыдан өсіріп, екіншіден өзіңе керек бизнесті, икигайыңды, нишаңды тауып, сол бизнеспен алға қарай дамуға жол бастайсыз. Одан сіз ешқандай да кем болмайсыз, одан сіз ешқандай да жеңілмейсіз, қайта ұтасыз. Бұл білім өмірлік азық. Қайырлы күн, барлықтарыңыз қош келдіңіздер. Мен өзімнің курсым туралы айтып жатырмын, Инстаграммен миллион курсын. Қазір бұйырса қарай беріңіздер, мен эфирді сақтап қоям. Одан кейін енді кетті, жаңа сетевиктер, сауда саттықпен айналысатындар, одан кейін декретте отырған аналар. Енді қандай да бір сіз госорганда жұмыс жасайтын болсаңыз, например, сіз мұғалімсіз ба, сіз докторсыз ба, сіздің салон красотыйыңыз бар ма, тағысын тағы, қандай маман болсаңыз да, кредитный специалист болсаңыз да, сіздің өзіңіздің мысалы тумалар арасында класстастары бар да біздің, яғни әркімнің өзінің қазір жеке инстаграм парақшасы бар. Сол жеке инстаграм парақшаңызды дамытқыңыз келсе, онда сіз барлығын как штык қылып қоясыз да, визуалын, оның текстін барлығын жақсартқыңыз келсе, онда сіз тоже осы курсқа қатыса аласыз. Менде жалпы мұғалімдер де бар қатысатын, даже академиктер де бар қатысатын, да, например, салон красотыда лэшмейкер болып болсын, жаңа тырнақ бояйтын, жаңа маникюристер болсын, яғни барлық маман иелері қатысуларына болады. Қазірде жалпы инстаграм деген номер 1-де тұр да, яғни сен инстаграмың сенің қандай, қазір деген бұрын адамдардың түр келбетіне қарайды,
түріңмен қарсы алады, яғни киіміңе қарап қарсы алады, және сөзіңе қарап шығарып салады ғой. Ал қазір біз Инстаграмда не? Сенің Инстаграм парақшаңа қарап қарсы алады, иә. Инстаграм парақшаң арқылы сен өзіңнің қандай деңгейде екеніңді, өзіңнің шынайы неңді көрсете аласың да, яғни на что ты способна Инстаграм арқылы қазір көрсетуге болады. Сондықтан да барлықтарыңызды мен осы Инстаграме миллион курсына шақырам. Біз ол Инстаграме миллион курсында 6 онлайн сабақ өтеміз. Ол 6 онлайн сабақта үлкен білім беріледі. Яғни осы Инстаграм туралы толық мәлімет аласыз, Телеграм туралы толық мәлімет аласыз, YouTube туралы толық мәлімет аласыз, фото-видео обработка, копирайтинг, одан кейін автоворонка және таргетинг туралы барлығын как штык үйренесіздер. Яғни осы қысқаша менің информациям болсын. Сабақ бізде қандай деңгейде өтеді? Өте жоғары деңгейде өтеді. Өйткені менің отзывтарымды барлығын оқып қарасаңыз болады. Сабағымыз біздің ешқандай да тек қана видео форматта емес, тек қана там сайтта немесе прямой эфирде өтпейді сабақ. Бұл SMM саласы болғаннан кейін бұл үлкен сала, бұл үлкен мүмкіндік. Біздің сабағымыз Телеграмда болады. Телеграм каналға сіздерге доступ беріледі. Сол доступқа кіріп, 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші 6 Телеграм канал болады сіздерде. Мысалы, 1-ші сабақ па, сол 1-ші сабақ сіздерде аудиомен, видеомен, текстпен, картинамен, яғни бір ақпарат кәдімгідей толықтай түсіндіріледі. Кәдімгі менің даже оқырмандарым бар. Сіздің сабағыңызда мен сұрақ қоймай түсінемін. Кәдімгі сіз сұрақ қоймайтындай дәрежеде түсіндіресіз деп айтып жататын оқырмандар өте көп. Яғни ол енді барлық қатысып жатырған оқырмандар солай айтса, ол значит өтірік емес. Значит мен түсіндіру қабілетім жақсы. Оған сенсеңіздер болады. Сондықтан да сабақты жалпы 18 жаспен, менде жоғары ең үлкен кісі 65 жаста болды. 65 жастағы апаға дейін менде меңгеріп шықты. Осы 13-ші басталатын сабақ бұйырса 6000 теңгеден болады. Және плюс соңғы рет өткізетін болғасын осы март айында мен контент марафонды тоже тегін берем. Контент, яғни сіздер 6 онлайн сабақта сол бүкіл программасы менде бар. Қазір сілтеме берем. Телеграмма кіріңіз. Курс бағасы қанша дейді? Курс бағасы 6000 теңге. 6 онлайн сабақ от и до барлық керек нәрсенің барлығын сол жерде меңгеріп шығасыз. Кәдімгідей мен сізге Инстаграмның кілтін ұстатып берем. Міне, кілті, пожалуйста, жүргіз. Ешкімге жалбақтамайсыз, ешкімнен ештеме сұрамайтын боласыз. Барлығы өзіңізде болады, барлығы өзіңізде тұрады. Және сабақ бізде 10 күн болады. WhatsApp-тан 2 группа ашылады. Біреуі тапсырма чаты, біреуі сұрақ-жауап чаты. Сол сұрақ-жауап чаты кәдімгідей 24 сағат бойына ашық болады. Сіз қалаған уақытыңызда сабақты оқып, қалаған уақытыңызда сұрақ-жауап чатына қоя аласыз. Ал тапсырма чаты болады. Тапсырма чатында сіздерге әр сабақ сайын, мысалы, 1-ші сабақ па, 1-ші сабақ бойынша полный түсіндірілген Телеграм каналға жіберілем, және сол 1-ші сабақтың именно керек-керектерін тапсырма орындауға байланысты тапсырма чатына түсіндіріп жіберемін. Сол тапсырманы сіздер орындап, маған қайта жібересіздер, және мен оның дұрыс-бұрыстығын сізге саралап айтып берем, және қай жерін қате жасадыңыз, оны қалай түзету керек, барлығына мен сіздерге кәдімгі жеке дара, каждый адамға жеке дара түсіндіріледі. Кәдімгідей каждый адамға жеке дара тапсырмалар тексеріледі, каждый адамға жеке дара кәдімгі советтер беріледі. Жоқ, сіз, Айгүл ханым, сіз бұны дұрыс емес жасап жатырсыз, бұны былай жасау керек. Бұны былай жасағанда ол былай болады. Сондықтан сіз былай жасаңыз деп сіздерге ұзын бүйтіп жол жүргізіп береді. Біздердің мұғалімдердің міндеттері, мұғалімдермен неге біз сияқты мамандарды сіздерге оқу алу керек. Яғни біз көптеген адамдар мысалы Инстаграмда қазір талпынып жатыр, бірақ не? Результат жоқ. Неге результат болмайды? Өйткені оның әдіс-тәсілі бар. Әр нәрсенің өзінің ережесі бар. Сіз ол ережені білмейсіз, қалай Инстаграмды басқарасыз. Мысалы, любой мамандықта біз оқымаймыз ба? Любой мамандықты бізде оқытады. Сол сияқты Инстаграмның өзінің оқу бар қазір, Құдайға шүкір. Сіздерге ешқандай ошибка жібермес үшін, ешқалай бұғатталмас үшін, лимиттерін білу үшін,
Любой нәрсенің мақсаты бар. Текст жазғанда да оның әдісі бар екен. Картина жасағанда да оның ережелері бар. Видео жасағанда да оның ережелері бар. Таргет жібергенде де оның өзінің ережелері бар. Даже пост жазғанда неден кейін нені жазу керек, қай посттан кейін қай постты шығару керек, результатты болу үшін. Историестің өзінің ережесі бар. Прямой эфирдің өзінің ережесі бар. Оның барлығын біз білу керекпіз. Мысалға біреулері бар, ой, мен ютубтан да қарап аламын, гуглдан да қарап аламын. Кім ол сабақтың қаймағын, беткі несін ғана береді, ал кім мына астындағы кәдімгі ілімнің бәрін ол тегіннен ешкім бермейді. Мысалы, біз прямой эфирде де тек мынандай басын ғана айтып шығамыз, ал түбінің барлығы ол ақыл сабақта беріледі, әрине. Оны кім просто так тегін беріп қойғысы келеді. Сондықтан ойлану керек, оқырмандар. Когда сіз мынаны жаттап алыңыз, когда сіз өзіңіз профессионал боласыз, сонда ғана сіздің бизнесіңіз дамиды. Когда сіз өзіңіздің инстаграм парақшаңызға уверенно боласыз, сонда ғана басқа адамдар сіздерге сенеді. Ал не үшін инстаграм деп жатырмыз? Өйткені халықтың барлығы осы инстаграмда. Табыстың барлығы осы инстаграмда. Қазір басқа OLX емес, қазір ВК емес, Твиттер емес, басқа емес, Google емес, барлығы инстаграмға кіреді. Инстаграмда не? Қызықтың барлығы бар, вайнның барлығы бар, тегін конкурстар, тегін сабақтар, тумаларының барлығының хал жағдайын барлығын біз инстаграмда жүргіземіз. Сондықтан да сіз де инстаграмда бос отырмай, инстаграм парақшаңызды өзіңізге табыс әкелетін платформа ретінде қалыптастыратын болсаңыз, мен мысалға уверен айта аламын, мен инстаграм арқылы ай сайын миллион тауып отырмын, одан да артық тауып отырмын. Ал инстаграм маған ол табыс, мен инстаграмды жақсы көрем. Ал сіз де сондай қадамға басқыңыз келсе, менімен бірге инстаграммен миллион курсын бастаңыз. Дәл қазір бастап кетіңіз. Және де адамда бар да, мысалға, егер де, например, біреу айтады, мен мықты қатысқым келіп тұр, мені тегін қатыстырыңызшы дейтін оқырмандар былай. Мен айтам, сіз егер де қатысқыңыз келсе, сіз ол 6.000 теңге ма, 6.000 теңге ма курс, сіз оны 600 мың қылып қайтарып алуыңыз мүмкін ғой. Түсініп отырсыз ба? Сондықтан сіз не жалейте? 6.000 теңгені оны табу қиын емес. Егер де сіз прям қаласаңыз, сіз өзіңізді шынымен де өзгерткіңіз келсе, сіз өзіңізді профессионалдық тұрғыдан деңгейде өсіргіңіз келсе, ол 6.000 теңгені адам бір сағатта да табады. Адам талпынса, ол Құдай береді. Талпынған адамға Құдай береді. Ал енді біреулері бар, менің уақытым жоқ қазір, келесі курсыңызға қатысайыншы дейді. Ол келесі, оның уақытым жоқ, оның келесі деп жүре беретін болсаңыз, сіз жүре бересіз. Сізде уақыт болмайды. Уақыт адамда, ол деген уақыт деген адамда ешқандай уақыт адамда жоқ. Маған мысалға өзіме курсқа қатысатын оқырмандар уақытым бар деп ешкім келмейді бізге. Барлығының уақыты жоқ. Уақыт ол өлгенде ғана бітеді. Және де мысалы бізде енді бірге сабақта группамен 10 күн өтеміз, 10 күн 6 онлайн сабақты өтіп шығамыз. Ал сіз егерде 10 күн ішінде оқып үлгермейтін болсаңыз, сізге ол сабақ 2 ай бойына сақталынады. Сіз асықпай 2 ай бойына сабақтың барлығын қарап, оқып, жаттап алуыңызға болады, жазып алуыңызға болады. Сондықтан менде ақша деген менің курсыма, ақшасы ол 6.000 теңге, мен сізден 60 мың сұрап отырған жоқпын. Жұрт құсап бұндай курстарды 20 мыңға сатып жатырған жоқпын. Хотя 20 мыңның курсынан да менің курсым асып түседі. Мен оған сеніммен 100% гарантиямен айта аламын да. Айнура Ермахановна жазған, айтып жатқан курс қашан бастайсыз? Айтып жатылған курс ол осы 13 мартта басталады. 13 мартта. Яғни ақша деген ол айтып отырмын, қол жетімді, өте қол жетімді, тем более келесі уже көтеріледі. 13 мартқа дейін тіркелсеңіз 6.000 теңгеге тіркелесіз, және сіздерге 3.000 теңгенің контент марафоны тегін беріледі. Ол контент марафон курс біткеннен кейін сізге 10 күн бойына қандай пост шығару керек, 10 күн бойына лентаға қандай сурет салу керек, 10 күн бойына истористі қалай салу керек, 10 күн бойына сізді былай жетектеп жол көрсетеміз. Сондықтан да, Амина ханым, қайырлы күн. Сондықтан да мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар, артқа никогда тастамаңыздар. Тек қана алға, мен осы топқа үлгеріп кетуім керек деп. Кім раньше бастайды, ол раньше жетістікке жетеді.
иә, ал жүре берсеңіз сіз жүре бересіз. Сондықтан да курсыма қатысыңыздар. Кімнің қандай сұрақтары бар, кім өзінің инстаграм парақшасын тексерткісі келеді. Мен қазір екінші эфирге кірем, сол жақта инстаграм парақшаларыңызды тексеріп бере аламын.